Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ашылудың 8-ші күні менде наконец-то 79 килограмм болды. 79-да 600. 79 деген санды көрмегелі мен 5 жылдан асты. Енді бұйырса Алла қаласа ашылудан 10 күн шығамын. Әлі 2 күнім бар. Бірінші күннен бастап мен видеоларды салғам, қарасаңыз болады. Мен каналыма тіркеліп пікір жазып кетіңіздер. Мен сияқты салмақ тастай алмай жүрген адамдарға жіберсеңіздер болады. Сонымен қатар ашылуға просто так, жайдан жай кіре салуға болмайды. Және ашылуға дайындалып кіру керек, оның барлығын білесіздер, білмеймін, мен ашылуды ашығатын адам ол алдын ала дайындалады деп ойлаймын. Дайындалып видео сабақтар қарайды, алдын ала барлығын көреді, біледі, сұрастырады деген сияқты. Содан кейін егер денсаулығымен проблемасы бар адам болатын болса, мысалы қант диабеті бар деген сияқты адамдар болатын болса, ол өте қиын болуы мүмкін ашылу. Өйткені ашылуға болмайды ондай адамдарға, және емізетін және 2 қабат әйелдерге де ашылуға болмайды. Сонымен қатар тағы ашылу туралы көп нәрсе айтуға болады. Негізі видеолар көп қой, орысшада, қазақшада, ағылшыншада. Мен кеше қалай өтті күнім? Кеше мен күні кешке дейін үй жинадым. Жексенбі күні уақыт болғаннан кейін маған сенбі жексенбі күндері үйде болу, ашылу ұстау өте қиынға соқты. Себебі сенбі күндері біз қыдыруға бардық, одан кейін тамақтандық бір жерге барып, сол тамақтанған кезде, барлығы тамақ жатқан кезде мен тамақ жемедім. Ол да кішкене қатты жегім келді, бірақ жарты ғана стакан сок іштім. Кеше тағы да қонаққа бардық. Бізде туған күнге бардық. Сол туған күнде мен тек компот іштім. Сол компоттың қанты бар екен ішінде, беттеріме бүгін қызыл бірдеңелер шығып кетті. Енді мен денсаулығыма келетін болса, қазір костюмым кішкене дәуірейіп қалған бір размерге, және салмақтарым кетіп жатыр. Өзімді күшті сезініп жүрмін, энергиям тасып, барлығын жасап, үйім тап-таза болып, аяқтарым ақылы жуылып деген сияқты. Негізі өте жақсы екен ашылу, маған өте қатты ұнады. Бұйырса енді ашылудан 10 күн шыққаннан кейін демалып, қайтадан может кіремін ашылуға. Одан кейін осы беті енді дұрыс тамақтану, салтын осы беті дұрыс тамақтанып кетсем екен деген ниет бар. Сонымен бүгінгі салмақ осындай. Келесі видеодан қараңыздар. 79-ға түскені өте қатты қуанып тұрмын. Чао. Бүгін 1 желтоқсан, 79-ға 600.